Сәлеметсіздер ме, егіздер знагында туылған жандар? Бұл сіздердің ақпан айына арналған астрологиялық жұлдызнамаларыңыз. Ең басты мәселе бұл біздегі алдыңғы айдағы өте ұзақ жүрген ретро планеталар туралы болады. Олардың барлығы қаңтар айында өздерінің ретро қозғалысынан алдыға қарай жүре бастады. Яғни осы уақытқа дейін, ақпан айына дейін олар өздерінің обороттарын жинады. Яғни жылдамдықтары күшейді деген сөз. Особенно Марс планетасы. Ол 2,5 ай бойы бізде ретро қозғалыста болды. Енді ол алдыға жүре бастады. Яғни не үшін сіздерге маңызды Марс? Өйткені Марс сіздердің бірінші домдарыңызда тұр. Яғни Марс алдыға жүргеннен бастап өте активный боласыздар, өте жаңағыдай бір нәрсені істеймін деп алдыға ұмтылып, сіздердің жаңағыдай ұмтылыстарыңызды, энергияңызды активный басқа адамдарды, жан-жағыңыздағы адамдарды байқайтын болады. Яғни сіздердің энергияларыңыз былайша айтқанда сыртқа шығып тұрады деп айтсақ болады. Сондықтан Марстың осы сіздердің бірінші домда болған уақытын қолдану керек, яғни действовать ету керек. Және де 6 ақпан күні бізде полнолуние болады, толған ай болады. Яғни полнолуние деген энергиясы өте күшті болады. Өйткені полнолунияда ай планетасы жалпы өзінің циклындағы ең үлкен точкасына, яғни толық точкасына жетеді. Сондықтан оның күші өте көп болады. Осы полнолуние сіздердің 3-ші домдарыңызда болады. 3-ші дом бізде бұл коммуникация, барлық жаңағы адамдармен. Негізі жалпы 3-ші дом сіздердің домдарыңыз, егіздер жаңағыдай общенияның домы, біреулермен сөйлесу, келісім шарттар деген домға жатады. Техникалық заттар, жаңағыдай мүмкін сіз өзіңізге бір қымбат смартфон алам, немесе тағы да бір техникалық заттар алам деп шешуіңіз мүмкін, или алуыңыз мүмкін. Және де осы полнолунияның негізі ең жақсы жері жаңағы бітпей қалған жұмыстарыңыз, бір проекттарыңыз, бір сондай нәрселерді бітіруге өте жақсы кез. Осы полнолуния негізі өте эмоционально болады. Осы кезде адамдар осы 6-7-8 күндері, өйткені сондай эмоциональность береді полнолуния. Сондықтан осы эмоцияны ең бастысы жаңағы агрессивный бір руслоға, бағытқа жібермеу керек. Жаңағыдай бір күшті шығармашылық жаққа қарай, өздеріңіздің бір проблемаларыңызды шешуге, жұмыстарыңызды аяқтауға, сондай нәрсеге қолданған дұрыс. Полнолунияның эффектісін, күшін, энергиясын дұрыс жаққа қарай бағыттаңыздар, эмоциональный болмаңыздар, жаңағыдай өте активный, позитивный жаққа қарай бағыттаңыздар. Және де осы полнолуния сіздердің 3-ші домдарыңызда, сол жерде еще бізде Лилит деген планета тұр. Лилит дегеніміз бұл былайша айтқанда черная дыра деп айтамыз. Яғни адамның энергиясын соратын, негативный жағын шығаратын десек болады. Сондай планета, жаңағы адамның нәпсісі, нәпсісі деп айтсам болады. Сонда осы кезде сіздердің жаңағы өзіңіздің осы полнолунияның күшін, энергиясын сіздер сондай бір теріс жаққа қарай қолдануларыңыз мүмкін. Өйткені Лилит сол сіздердің 3-ші домдарыңызда Арыстан знагында тұр. Сондықтан сондай бір нәпсілерге берілмеу керек. Және де осы кезде сіздер осы полнолуния Сатурн планетасына қарама-қарсы тұр, яғни оппозицияда тұр. Және осы кездер сіздер кішкене, Сатурн бізде дисциплина ғой, пунктуальность ғой. Сондықтан осы кезде кішкене бір өздеріңіз жаңағыдай расслабиться етіп, жаңағыдай бір жерлерге кешігіп барып, ой күтеді ғой деген сияқты, бір нәрселерде сондай бір кешігулер, сондай бір нәрселер болуы мүмкін. Өйткені Сатурн планетасымен жаңағы напряженный аспектта тұр ай планетасы. Сондықтан бар жағынан жаңағыдай пунктуальный болуға тырысыңыздар. Кез келген бір жерлерге шақырса, бір жерге бару керек болсаңыз, уақытында баруға тырысыңыздар. Одан кейін 12-сі күні ақпанның бізде Меркурий планетасы 9-шы домға кіреді. Яғни осы кездері сіздер бір нәрсе оқуға, өзіңіздің навыктарыңызды көбейтуге, құлшынысыңыз көбейеді.
Одан кейін осы кезде адам обычно жаңағы материальный нәрселерден кішкене алшақтап, көбінесе жаңағы биік, жаңағы высокий, духовный нәрселер туралы ойлай бастайды. Сондай ойлар сізге келе бастайды осындай кезде. Және де сіздер осы кезде енді 9-шы дом бізде иностранный, барлық шетелдің заттарымен, сондай нәрселермен жаңағы алыс жаққа бару сондаймен байланысты. Сондықтан сіздер осы кезде кішкене бір жаңағы шет тілдерге кішкене қызығушылығыңыз артуы мүмкін, немесе жаңағы осы кезде өзіңіз план қоюыңыз мүмкін, бір жаққа барамын деп, немесе барып келуіңіз де мүмкін. Өйткені Меркурий планетасы бізде жаңағы поездкаларға жауап береді, бір жақтарға баруға жауап береді. Сондықтан осы кезде бір жаққа баруыңыз да мүмкін, немесе планировать етуіңіз мүмкін, соған байланысты жаңағы ақша откладывать етіп, сондай бір жұмыстар болуы мүмкін. Одан кейін 11 мен 16 күні аралығында бізде Венера деген планета, өте махаббаттың, жаңағы комфорт, ақшаның планетасы Нептун планетасымен соединение болады. Бұл сіздердің 10-шы домдарыңызда болады. Бұл екеуінің соединениясы енді жаңағы егер сіз творческий адам болсаңыз, творческий жұмыс істейтін адам болсаңыз, осы кезде сіздің творческий потенциалыңыз на высшем уровне болады. Яғни сіз бір күшті нәрселер ойлап табасыз, егер бір қандай да бір сондай творческий салада жұмыс істейтін болсаңыз, сондай күшті бір идеялар келеді, инсайттар келеді сіздерге. Осы творчествомен байланысты жұмыс істейтін адамдарда өте мықты положение. Осы кездері сіздер жаңағы идеяларыңыз күшті болады, продуктивный болады. Негізі жалпы Венера планетасы бұл махаббаттың планетасы, ал Нептун болса бұл жаңағы бір болады ғой, бір совершенный махаббаттар болады ғой, енді риясыз махаббат, сондайға жауап береді. Сондықтан осы кезде жұмысыңызға байланысты жерлерде сіздер жаңағы сондай адаммен танысып, жаңағы ғашықтық сезімі болу да әбден мүмкін. Яғни ол ғашықтық сезім кішкене жаңағыдай қиялый болуы мүмкін, жаңағы болмайтын бір отношение болуы да мүмкін, бірақ сіз жаңағыдай қиялға берілуіңіз мүмкін, жаңағыдай бір білмеймін, енді невозможный бір адамды жақсы көру деген сияқты осындай бір нәрселер болуы мүмкін. Одан кейін 19 күні бізде күн планетасы сіздердің 10-шы домдарыңызға кіреді. Одан кейін осы 10-шы домға 20 күні, келесі күні ай планетасы кіріп, осы жерде новолуния болады. Новолуния деген бұл жаңа энергия, жаңа ай туады, жаңадан бастау, бір нәрсеге шаг жасау дегенді білдіреді. Сіздердің 10-шы домдарыңызға кірмей тұрып, күн планетасы бірінші Сатурн планетасымен жаңағы 9-шы домда соединение жасап кетеді. Яғни бұл нені білдіреді? Жалпы 9-шы дом бізде адамның жоғарғы білімі, навыктары, адамның білімі, яғни адамның жоғарғы деңгейі деп айтсақ болады. Осы кезде сіздерде жаңағы 10-шы домға күн планетасы жаңағы кірмей тұрып, жұмыс, карьера домы ғой, былай айтсақ болады да, оны жаңағы бір мысалға жұмысыңызда бір орын босаса, сол орынға сіз претендовать ету үшін сіздің жеткілікті біліміңіз болу керек. Сатурн планетасы негізі адамнан соны требовать етеді. Білім, жаңағы адам дисциплинированный болу керек. Адам жаңағы айтқаннан қайтпайтын, сондай асықпай өз жолмен жүретін, сондай бір нәрселерді требовать етеді Сатурн адамнан. Сондықтан осы кезде сіздерден жаңағы егер жұмысыңызда жаңағыдай орын босап жатса, ол жерге сізді алу үшін сіздің соответственный біліміңіз болу керек. Мысалы, оған жаңа шет тілі деген сияқты нәрселер керек болуы мүмкін. Жаңа бір должностьқа, жаңа бір мансапқа өту үшін сондай бір керек навыктар болуы мүмкін, бірақ сізде ол навыктар болмай қалуы мүмкін. Сондықтан Сатурн мен күн планетасы 9-шы домда тұрып, сіздерге айтпақшы нәрсесі сіздің именно жұмысыңызға керек нәрсе болса, керек білім болса, толықтыру керек болса, міндетті түрде толықтыру керек деген сөз. Сол кезде сіз өзіңіздің жаңа карьераңыздың жоғарғы шыңына жете аласыз деген сияқты сізге знак келіп тұр.
Жалпы мен айтқан түсіндіңіздер деп ойлаймын. Жалпы осы 10-шы домдарыңызда новолуние деген бұл жаңағы жұмысыңызға байланысты бір новый шаг. Мүмкін сіз жұмысыңызда жаңағыдай новый должностьқа өтіп, сол жерде жаңадан жұмыс істеп бастайсыз. Немесе сіз мүлдем басқа жұмысқа ауысуыңыз мүмкін. Ауысып сол жерде жаңадан қадам бастайсыз. Или же жаңа бір проект бастайсыз, жаңа жұмыс бастайсыз деген сияқты. Новолуние жалпы жаңа қадам, жаңа бір нәрсе істеуге өте қолайлы кез. Одан кейін 21 ақпан күні бізде Венера планетасы 11-ші домға кіреді. 11-ші домда Юпитер планетасымен соединение жасайды жаңағы Венера. Енді жалпы Юпитер өте позитивный планета, Юпитер планета подарков дейміз. Юпитер кірген жерінде барлық нәрсені расширять етеді. Сондықтан осы кезде сіздер жаңағы социальный сетьте активный болуыңыз мүмкін, жаңағыдай блог жүргізіп бастауыңыз мүмкін. Юпитер жаңағы болады ғой, адамды былай окрылять етеді, адамға қанат береді деп айтсақ болады Юпитер. И осы положениеде сіздер жаңағы өзіңіз блог жүргізем, немесе жаңағы социальный сеть жүргізем деп ойлап жүрген болсаңыз, осы кездер өте қолайлы момент сондай нәрселерді бастауға. Өйткені Юпитер планета сіздерге толчок береді, былайша айтқанда. А Венера планетасы болса сіздерге жаңағы бір сүйкімділік береді, обаяние береді. Сондықтан екеуінің осындай бір соединениясын сондай бір жақсы жаққа бағыттау керек. Жалпы планеталардың осындай өте позитивный, жақсы аспекттарын қолдану керек. Осындай кезде жұмыстарыңызды бастау керек. Жалпы бұл аспект осы ақпан айының соңғы бір аптасында болады. Бір апта уақытта болады. Сондықтан осы кездері бастасаңыздар өте қолайлы. Қандай жұмыс болмасын, осы кезде бастағандарыңыз өте қолайлы болады. Жалпы ақпан айындағы планеталардың энергетикалары өте жақсы. Бастайтын жұмыстарыңыз болса бастаңыздар, баратын жерлеріңіз болса міндетті түрде барып келіңіздер. Ешқандай планета артқа жүріп жатқан жоқ, ретро болып жатқан жоқ. Өте позитивный ай. Сондықтан планеталардың жүрісін өздеріңізге тек жақсы жағынан қолданыңыздар. Бай болыңыздар, бақытты болыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.